айнала қоршаған орта туралы мәлімдеме, сұрақ жауаптар әрқашанда алынып отырды. Топтарға жаңа айтып кеткендей, суретте көргендей біз міне алдарыңызда тұр. Құлпынай, балаларымыз отырғызған пияз, жаңағы сарымсақ, чеснок дейді ғой. Екеуі мандарин бізде, мына жерде тұрғандар. Сосын шалғам, яғни редиска, красная, тез пісетін. Одан кейін леон дейді, зығыр, дата, отырғызған күндері барлығы жазылған. Және мына жерде чия екеуі, қызыл және жасыл бұрыш, тәтті бұрыш отырғызған. Енді біз ойлаймыз, осының барлығы біз еңбектің нәтижесі соңынан көре жатармыз деп. Сосын мына жерде бізде фасоль дейді ғой, ақ бұршақ. Микрозеленнен мен сіздерге көрсетейін. Біз онда мындағы свекла дейді ғой, микс. Соны отырғыздық. Тез өсетініне, оған топырақта қажеті жоқ. Жай құрғақ салфетканы қойсаңыздар, дәндер сүйіп, үстіне суды күнделікті сүйіп отырсаңдар, бетін жауып, қараңғы күнге бір күн қойсаңыздар, ол әжептәуір тез өседі. Оның нәтижесін 4-5 күн ішінде көруге болады. Все у нас бизнес будет.